Сәлем достар, бүгін сіздермен кәдімгі ақ күріш жайлы ерекше, пайдалы, бірақ көп адам біле бермейтін ақпаратпен бөлісемін. Күнде күріш жесе не болады? Қытай неге күнде жейді? Күрішпен ағзаны тазартуға бола ма? Күнде жеу зиян емес пе? Осы сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Күріш әлемдегі ең көп тұтынылатын азықтың бірі. Әлемнің 60-ға жуық халқы күнделікті күріш жейді. Әсіресе Қытай, Жапония, Корея, Үндістан сияқты елдер. Бір қызығы, кейбір елдерде күрішті таңертеңде, түсте де, кешке де жей береді. Қытай халқы үшін күріш өмір. Қазақтарда күріш көбіне палау үшін, ботқа, көже үшін қолданылады. Бірақ күнде жеуге келетін бе? Күріштің пайдасы. Құрамында май жоқ, демек асқазанды ауыртпайды. Глютенсіз, аллергиясы бар адамдарға қолайлы. Көмірсу көп, энергия береді. Ми жұмысын жақсартады, асқазанды тыныштандырады, уланған кезде күріш суын ішкізеді ғой. Қан қысымын тұрақтандырады, ұйқыны жақсартады, құрамында триптофан бар. Кейбір елдерде күрішпен арықтау, күрішпен детокс жасау сәнге айналған, бірақ бұл да әркімге бірдей келе бермейді. Күнде ақ күріш жесек не болады? Ақ күріш тазартылған, қабығынан айырылған, сондықтан онда дәрумен аз, тек көмірсу көп. Күнде жеу қандағы қантты көтеруі мүмкін, әсіресе диабетке бейім болсаңыз. Іш қатуға себеп болуы мүмкін. Ағзаға В дәрумендері магний жетпей қалуы мүмкін. Ұзақ уақыт бір ғана тағаммен тамақтану ағзаны шаршатады. Қытайдың күрішпен емделу әдісі. Қытайда күрішпен ағзаны тазарту әдісі бар. Таңертең аш қарынға бір кесе тұзсыз, майсыз ақ күріш жейді. Күні бойы жеңіл тағам көкөніс, су. Күніне 2 литр су. Осылай 3-5 күн ұстайды. Бұл әдіс бауыр мен шекті тазартуға, терідегі безеу, бөртпен азайтуға, салмақ азайтуға көмектеседі. Бірақ дәрігер кеңесінсіз ешқандай диета бастамаңыз. Қандай күріш пайдалы? Қоңыр күріш ең пайдалы дәруменге бай. Қара күріш антиоксидант көп, иммунитетке жақсы. Жабайы күріш сирек, бірақ өте пайдалы. Ақ күріш ең танымал, бірақ дәрумені аздау. Қытайда кейбір мектептерде балаларға таңғы асқа күріш ботқасын береді. Ми жұмысы жақсы болады дейді. Жапондар күрішті тері күтімінде де қолданады. Маска жасап, бетке жағады. Тіпті кей елдерде күріштің қабығынан жастық жасайды. Ол жақсы ұйқы береді дейді. Күнде күріш жеуге болады. Егер сен оны теңгерімді мәзірмен жесең, жаныңда көкөніс, ет, дәнді дақылдар болса, ештеңе етпейді. Бірақ тек күрішпен күн көріп жүрсең, денсаулығыңа зиян келуі мүмкін. Сен күнде күріш жейсің бе? Қандай күріш түрін атасың? Төменге пікір жазып қалдыр. Лайк басып каналға жазылып кет. Әлі талай қызық болады.